Олимпиадаға велосипедпен жетті. Маңғыстау облысының зейнеткерлері Рәббім Бораш пен жұбайы Айзада Бораш Парижге велосипедпен барды. Оларды Франциядағы Қазақстан елшілігінің ұжымымен қала тұрғындары қарсы алды. Ақтау қаласынан шыққан велосаяхатшы Грузия, Түркия, Мажарстан, Аустрия және Германия елдері арқылы 4000-ға жуық шақырым жерді жүріп өткен. Ал қиын жолда жұбайы серік болған. Мұндағы мақсат бала күнгі арманым Олимпиада ойындарын өз көзіммен көру және спортшыларымызға қолдау көрсету дейді велосаяхатшы. Осының бәрі 2 ай уақытты керек етті біздерге. Жолдың әртүрлі қиындығы болады. Енді біздің негізгі жүрісіміз осы Олимпиадаға келген 80-90 спортшыларымызды қолдау. Соның бәрі жеңіске жетсін дейміз. Біздің де жолымыз болсын, тілеуші болайық соларға.